Өскенде кім боласың? Батыр Қол соғып көрмейсіздер ма? Батыр болатын. Жүретін қызың бар ма? жоқ. Насыбайың бар ма? жоқ. Таза күйдіріз болған. Осындай кішкентай немересіне атасы айтады дейді. Бар сабақтан сұрап бір кетіп қалуы керек. Немере сұрап келіп, атасы екеуі кетіп баратса, алдынан мұғалім шығып қалыпты. Атасы айтады дейді, ойбай тығыл мұғалімің деп. Сөйтсе немересі айтады дейді, ата менен сен тығыл, мен сен өліп қалып деп сұрап кеткен дейді. Жас баланың бетін қақпай бір шапалақ бір белін буып қоймайсыздар ма? Біздің қазақтың балалары осыдан құримыз ғой. Орыстың баласы өлең айтқан кезде білесіздер ме? Чатып тұрады ғой орыстың балалары дейді. Жанып, бетін шоқырып тұрады. Қазақтың баласы ұялып тұрады. Не үшін білесіздер ме? Орыстың баласы өлең айтса, орыстар көте жібереді. Молодец, молодец деп шапалақ ұрып. Қазақтың баласы өлең айтса, анандай жерде бір апамыз отырады екен де, жетісіп қалыпты деген. Сол жастардың бетін қайтармай шапалақ ұрып белін буып қойыңыздар. Молодец. Енді бір ыстық тамағымыз дайын екен, алдарыңызға ас қойдық, атаға деп бас қойдық, жамбас қойдық құдаға, жалмен жая сыбаға, қалақтай төс, жездеге, қазғардай өзгеге, қабыл алыңыздар ет тамағын қолдарыңызға.